Қазанға сұйық майды құйып, май ысыған кезде осылай ірі етіп туралған етті салып, аздап қызарғанша қуырамын. Бетін жауып, жай оттап пісіремін. Қамыр илеймін. Көз мөлшерімен ұнға дрожж, тұз салып, жұмсақ етіп илеп, соңында осылай майға аздап сылап, бетін жауып, жылы жерге қоямын. Еттің суы тарқаған кезде аздап араластырып, пиязды соломка етіп тураймын. Сәбізді осылай домалақ етіп тураймын. Қуырылған етке пиязды қосып 5 минуттай араластырып қуырып аламын. Помидорды соломка етіп тураймын. Қуырылған етке салып 5 минуттай қуырып, одан соң сәбізді салып, сәбізді 5 минуттай қуырамын. Тәтті бұрышты осылай ірі кубик етіп турап, қосып, аздап қуырамын. Чеснок қосамын. Картошканы кубик етіп тураймын, ірі етіп. Су құйып, жай отта дәміне қарай тұз салып, бетін жауып пісіремін. Көтерілген қамырымызды алып, жұқа етіп жаямын. Жұқа болып жайылған қамырға оливке май немесе сұйық майды бетіне жағып, осылай рулет етіп ораймын. Бөлшектерге бөліп, пісіп тұрған картошкаға салып 10-15 минуттай жай оттап пісіремін. Өте дәмді тамақ, балаларға өте қатты ұнайды.